Барлықтарыңа сәлем достар. Әлеуметтік желіде Назгүл мен Құндыздың видеосы тараған еді. 17 жыл құлдықта болған апалы-сіңлілі қазіргі таңда жағдайы қандай? Естеріңізде болса керек, Зульфия ханым араққа мас болып тойып алып қыздарға күн көрсетпейтінін де жария еткен еді. Осыдан кейін Руслан ағамыз қыздарды барып алып кеткен еді. Қазіргі таңда Назгүл мен Құндыз Алматы қаласында Руслан ағасымен бірге. Естеріңізде болса керек, қыздардың киімдері үлдемен бүлдеге оранып жүрген және де ақшасын олардың пайдаланып келген Зульфия ханым алайда алаяқ болып шықты ма? Осыдан кейін Зульфия ханым 15 тәулікке қамалған еді. Алдағы уақытта не болатынын бірге тамашалаймыз, құрметті оқырмандар.